2026 жылы тағайындалған әлеуметтік көмекті егов арқылы қалай беруді мен сіздерге көрсететін боламын. Ол үшін еговқа кіресіздер. Еговқа кіргеннен кейін мемлекеттік қызметтер дегенді басамыз. Осы жерде арнайы қызметтер дегенді басамыз. Осы жерге кіргеннен кейін жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік көмек тағайындау дегенді басамыз да өзіңіздің кодыңызды белгілейсіз. Осы жерде өзіңіздің номеріңіз автоматты түрде шығады. Одан кейін көмекті кімге аласыз? Өзіңізге, балаңызға және қорғаншылықтағы адамыңызға. Птичка ұрып, ары қарай жалғастырасыздар. Қызметтің түрі деген кезде мына жерде өзіңіз қай категорияға жатасыз, сол категорияңызды белгілеп көрсетесіздер. Ары қарай осы жерде өзіңіздің данныйларыңыз шығады. Осы данныйлар бойынша ары қарай жалғастыра бересіздер. Видеоны түсінбеген сұрақтарыңыз болса, төменге коммент қалдырыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беремін.